Аға, мына Аягөзге былтыр күзде келдім дедіңіз, е? Иә, Аягөзге. Сентябрьдің 24-сінде. Сентябрьдің 24-інде келдіңіз. Қазір ақырындап сол жылыжаймен 2 жылыжай салып айналысып жатсыз. Қиярларыңыз қалай өтіп жатыр, аға? Жақсы, үйден де қоймай, месінде үйден де заказ беріп алып кетіп жатыр. Кішкене өсір, мес оның өзінде. Барма деп звондап, қанша шығады. Иә. Қазір де сол звондапты. Осы шағын огурчилар жақсы алады деп айтып қалдыңыз жаңа, иә, осы көлем. Көрсеткіші ашып. Иә. Осы базардікілер үлкен болып кеткен, үлкен мынау негізі шағыны жақсы ғой, тәтті болады. Тәтті бола ма шағыны? Тәтсіз болады кішкене. Ешқандай несі болмайды өте. Иә. Бұл енді домашний үйдің несі ғой, қияры ғой, таза. Былай ауамен піскен не ғой, таза, дәмді болады. Иә. Ал енді мына сүттің қоршауы өзіңіздің технологияңыз, өзіңіздің немен қоршап шықтыңыз ғой бұны, иә? Иә, полностью өзім істедім. Ешқандай ақша, қаржы алған жоқсыз мемлекетте, өзіңіз істеп шықтыңыз бәрін? Жоқ, біз ана 505 мың деп оқып, мен бір ай оқым. Грантқа ма? Алдыңыз, иә? Грант алып. Оған кішкене теплица сатып алған емне, алыстава неден, Шымкенттен бір буышын. Оны алып келемадым, кейін осыны тесіз әрекет қолдан тұра салып, қалған қаражат. Сол 505 мың теңге жаңағы гранттың көмегі тиді ғой бұл теплица ашқанға. Иә. Енді бұны сәуір айында отырғыздыңыз, е, жаңа өзіңіз айттыңыз. Енді бұйырса бұл күзге дейін тағы да бір отырғызу жоспарда бар. Осының ішінде отоплениесіз күзге дейін сентябрьге дейін сатамыз деп отыр. Сентябрьде как раз банк жауатын нелер келеді. Иә, сол кезге, иә. Жақсы, Аягөздің жері құнарлы ма екен, қалай? Жақсы, мен мына жерге ешқандай навоз ештеңе төсеген жоқ. Құр өзім жері шөпті көрген жерден бәрі шығады деп өзім ниеттендім. Сол еттім, солай капельный система алдым. Тамшылатып суарып жатсыз, бұны да өзіңіз орнаттыңыз ба? Иә, бұны да өзім орнаттым, сол тігедім. Бұны енді жалпы кеңейту ойыңызда бар ма? Әзірге осының өзін сатып? Жоқ, маған мынау кішкентайлық па, сол өкіметтен жер алғанбыз, бірге. Өкімет жерден көмектесті, иә? Аягөздің басқа жағынан ба? Осы Аягөздің ішінен шеттен. Енді о жаққа теплицаны мынаны апарма ойыңыз бар ма, әлде? Жоқ, о жерге зимний қылып салсам. Қысы жазы ойыңыз бар, иә? Соған дайындалып жатыр, мен кішкене фундаменттеріне жаңа кішкене стройматериалдарын алып қойдым. Иә. О жақта жаңа кішкене сумен тоғжақ керек дедіңіз ба? Иә, сонымен жаңа текст ету кішкене қиын болып, уже таудың бойында кішкене. Сол жағы, иә? Баран су жүріп өтетін. Сол бір текст етіп су. Қазір сол отбасыңыздың табысы осы қияр болып тұр ғой қазірге? Қазірге осы, иә. Жеңгеміз жұмыс істей ма? Жеңгемізде қазір үйде, ол да былай мамандығы бар, бірақ оған кішкене баламен отыр. Кішкене баламен. Көп балалы отбасысыз ба? Көп бала, 5 үй. Жақсы, рахмет.